сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте әсерлі әңгімелерді дыбыстайтын боламын. Өкінішке толы өмірім. Қарапайым отбасында дүниеге келдім. Әке-шешем жұмыссыз. Әкем ауылдың малын бағады. Анам балалардың қасында. Мен үйдің үшіншісі болдым. Алдымда әпкем мен ағам бар. Қалғандары менен кіші бауырларым тағы бар. Мен үнемі әпкемнен қалған киімдерді киемін, әрі намыстанатынмын. Әке-шешеміздің біздің барлығымызға жаңа киім әперуге жағдайлары жетпейді. Сондықтан болар бала кезде мен болашақта бай боламын. Отбасы құрсам бір баладан артық болмаймын. Анам сияқты топырлатып туып не киімге, не тамаққа зар қылдырмаймын деген оймен бойжеттім. Әкем қарапайым болса да өте намысшыл, еңбекқор. Әкемнің тәрбиесі болар. Үлкен қалаға аяқ басқанда да өз басымды алып жүрдім. Қыздармен желкілдеп қыдырмадым. Есесіне бір уақытымды сабаққа арнап, қалайда оқуды жақсы бітіріп, биік белестерден көріну болды. Бұл кездері әпкем тұрмыс құрып, оқуының соңғы курсында сүйген жігітіне қосылды. Дипломын әзер алған әпкем қалған өмірін бала туумен өткізді. Сонда іштей күйінетінмін әпкем барған сайын. Әпке, неге туа бересіз? Жұмыс жасап, өзіңізге қараңызшы. Негізі жездем өте жақсы жан. Әпкемді аялап айтқанынан шықпайды. Әпкем болса менің сөздеріме күліп, Алланың берген байлықтарынан қалай бас тартамын? Жұмыс деген кейінде жасап үлгеремін. Аш емеспіз, жездең бағып жатыр. Әйтеуір айтатыны балалар. Бұл да анам сияқты топырлатып туды. Бірақ барлық уақытын балалары мен күйеуіне арнайды. Сол үшін де жездем жақсы көретін шығар. Өзіне мүлдем көңіл бөлмейді. Көйлек ал деп берген ақша балаларына киім әпереді. Оқудан келер жылы келіп соқсам, ана жылы киген көйлегімен жүргенде іштей ашуланатынмын. Әпкемнің осындай өмір сүргеніне іштей ашуланып, еш уақытта олай болмауға өзіме уәде бердім. Оқу оқып, әрбір стипендияға алған сайын өзіме жарасымды киімдер киіп, өзімді өзгелерден биік ұстайтынмын. Ешқандай қызбен араласпаймын. Өте сабырлы әрі тұйықпын. Осы мінезімді ұстаздарым да жақсы көруші еді. Барлық уақытым тек оқу. Группаластарым саябақта қыдырып жүрсе, мен кітапханадан шықпаймын. Өйткені менің мақсатым биік. Болашақта бір жерде креслода отыратын бастық болуды, үлкен қымбатты үйім болуды қатты армандадым. Сол арман үшін күні-түні оқу. Жоғарғы оқуды қызылмен бітіріп, магистратураны жалғастырдым. Магистратура оқып жүргенде Жігер есімді группалас жігіт ізімнен қалмай жүрді. Әріден қашып жүрдім. Десе де ол жігіт мен үшін неше түрлі сыйлықтар мен жылы сөздерімен жүрегімнен жол тапты. Сонда да мен өзімнің арманымнан бас тартпай магистратура бітіріп жұмысқа орналастым. Жігердің отбасы қарапайым жандар. Ол да мен жұмыс жасайтын жерге жұмыс жасады. Жұмыста да артық сөзім жоқ. Барлық тапсырманы мұқият, тиянақты етіп жасайтын менің лауазымым бірден көтерілді. Сол кездері әріптестерімнің көбі мені ұнатпады. Тіпті кейбір бастықтың көңілдесі дегенде намыстанып жылаған едім. Көп ұзамай Жігердің жары болуға келістім. Негізі тұрмыс құрмай жүре беретін едім. Әріптестерімнің сыртынан айтқан жала сөздері жүрегіме тиіп болды. Қанша жылы ізімнен жүгірген Жігерге өзім отбасы болуды айтқанда, мені құшақтап қалай қуанғанын көрсеңіз, әлемдегі ең бақытты жанмын деп қайта-қайта бетіне сүйе берді. Әттең, Жігер қуанғанда мен тек амалсыздан ғана тұрмысқа шыққалы жатқанымды білмеді. Иә, Жігерді былай ұнатамын, бірақ жұмысымды бәрінен бұрын биік қоямын. Жұмысыма қатты берілгенім сонша отбасыдан гөрі жұмысы маңызды еді. Жігердің әке-шешесі ауылда тұрады. Келін болып түскен сәтте 10 күннен соң қаламызға тайып тұрдық. Жұмысымыз қалада болса да Жігердің жеңгелері бар. Мен кенже келін болдым. Ең қызығы менің анам мен енем бала кездегі құрбылар болған екен. Екеуі де екі жаққа тұрмыс құрып, аралары біршама үзілген. Достықтары менің арқамда қайта жалғасқан құрбы құдағи болды. Енем мені келін емес өз қызындай көрді. Демалыс сайын барғанда мені жұмсамай абысындарға кенже келінді жұмсамаңдар, өздерің жасаңдар, бұл қонақ деп мені отырғызып қоятын. Бұл енді мен үшін абырой, десе де абысындарға жағаласып
білгенімше көмектесемін. Көп аса үйдің тірлігін тиіп қашып істейтінмін. Көп ұзамай аяғым ауырлап, ауылға келсем енемнің еркесі, қалаға барсам жігердің қаншайымы болдым. Ішімдегі бөбегім бір емес екеу болғанда күйеуім мен енем көкке көтерді. Сол кездері соншалықты бақытты екенімді мен сорлы білмеппін. Бар ойым жұмысым болды. Жұмыстан келген күйеуімнің менің орныма кімді алғанын, ол адам қаншалықты жақсы жасап жүргенін сұрап миын аштамын. Жігер болса, жаным, жұмысты ойлама, болашақ сәбилеріміз ойлашы, саған көп уайымдауға болмайды. Әбден еркелікке салынған мен ренжіп қаламын. Сонан күйеуім жұмыстағы болып жатқан жаңалықтарды айтса, әсіресе мен орныма келген адамды іште жек көріп, өзімнен өзім ашуым келетін. Айы күнім жетіп, өмірге егіздерді әкелдім. Енем келіп барлық жағдайымды жасады. Шыны керек, декретте 2 жылым 20 жылға татығандай. Ол кездері 2-3 жылсыз жұмысқа қосылмайтын еді. Әбден депрессияға түстім. Егіздерімнің тентектігінде шегі жоқ. Кейде ауылға апарып тастаймын. Әйтеуір 2 жыл өткенде жұмысқа шығып, қанатын көкке жайған бүркіт секілді бара сала бәрін реттеп, жұмысымды қолға алдым. Жұмысыма кіргелі балаларды ауылға жиі қалдырамын. Жігер балаларын сағынып шешесін үйге әкеліп қойды. Қаланың шуы, тар пәтер ауылдан келген енеме ұнай қоймады. Немерелері үшін шыдаған еді, соңғы кезде басы ауырып ауылға қайтты. Егіздерімді бала бақшаға беріп, мен сол баяғы арманымды орындауға қайта тырыстым. Ең алдымен жұмсақ креслода бастық болу, одан кейін көп қабатты үй салу. Бастық болуды армандаған мен 3 жыл бастық көзіне түсіп, еңбегім босқа кетпеді. Үйге келсем де кешкі асты әйтеуір дайындап, қағаздардан бас алмаймын. Егіздерім 5 жасқа келгенде қалай екенін білмеймін, менде жүктіліктің белгілері байқалды. Басында жұмыспен әуре болып жүргенде байқамай жүріппін. Көтергеніме 2 ай болған. Енді ғана директор лауазымын алып, жұмысқа белсене кіріскен кезім. Жиналыста сөз сөйлеп тұрған едім, көзім қарауытып, басым айналып жерге құладым. Есімді жисам, Жігер қасымда мәз болып тұр. Жаным, көп рахмет, неге жүктілігіңді жасырып жүрсің дегенде шошып кеттім. Қалайша мен? Мүмкін емес. Жылауға дейін бардым, өйткені маған бала керек емес. Егер тусам тағы да үй күшік болып, бүкіл арманым көкке ұшады. Жігер, қуанудың қажеті жоқ. Бұл баланы тумаймын, ертең алдыртамын. Маған жұмыс жасау керек. Кеше ғана директор болдым. Осы орын үшін күні-түні жұмыс жасадым. Жоқ, болды, тумаймын, 2 баламыз бар. Не деп тұрсың, жаным? Алла беріп тұрған сыйдан қалайша бас тартпақсың? Мен тағы әке болғым келеді, деп күйеуім жалынышты түрмен қарады. Есімнен танып құлағанда басымды столдың шетіне ұрып алған едім. 1 аптаға демалыс берілді. Ауруханаға жатпай үйге шықтым. Аурухананың иісінен жүрегім айнып, үйден ем алдым. Көп ойланбай, бұл кінәсіз сәбиден тезірек құтылғым келді. Өзімнің акушеркама барсам, туып ал, жасың келіп қалды. 35 жасыңда бала туу қиын болады. Қолым бармай тұр, әлі де ойланып көр, деп шығарып салды. Ашуланып жүріп үйге қалай жеткенімді білмей қалдым. Жұмыстағы әріптес бір қыз бар еді, сол қыздың танысы арқылы басқа клиникада түсік тасуға болатынын біліп, іске кірістім. Әттең сол бір бейкүнә сәбиден неге сонша құтылуға асықтым екен? Акушерка айтқан күні мен бардым. Сағат кешкі 4-30, олар 1 сағат бойы бейкүнә сәбиімді бөлшектеп алған шығар. Әрбір тазалаған сайын жаным шықты. Бәрі біткен соң менде өкініш пайда болды. Жүрегім бір түрлі ауырғандықтан болар, деп өзімді жұбатып әлекпін. Сумкамдағы телефонына қарағаным сол еді, 100-ден ары қоңырау келген. Ол бір адамнан ғана, егіздерімнің тәрбиешісі. Өзім звондап едім, жылаған дауыстан шошып кеттім. Апай, тез ауруханаға барыңызшы, егіздеріңіз хал үстінде. Ары қарай тыңдай алмадым. Телефоным жерге түсіп, есеңгіреп жылай бердім. Такси тоқтатып, балабақшаға барғанда олар қай ауруханаға алып кеткенін айтты. Мен барғанда бәрі кеш. Балапандарыммен қоштаса алмай қалдым. Құшағыма да баса алмадым. Сол жерде жылай-жылай тамағым ауырып, жаңа ғана түсік жасатқан менен қан кетіп есімнен тандым. Жігер болса тірі өлік секілді. Көз алдында егіздерінен айырылған әке.
өміріңнің соңына дейін өзін кінәлаумен келеді. Ішімдегі бейкүнә сәбиді алдырамын дегенді жігер біраз жалынып, алдырмауымды өтінген. Мен оған айтпай емханаға тексерілуге кеттім деп жалған айтып едім. Бір қызығы, мен түсік жасатқан уақытта балаларды балабақшадан алған жігер аяқ астынан көшеде танысын кездестіріп қалады. Кішкене сөзге айналғанда егіздер қол ұстасып, көшенің арғы бетіндегі шар сатып тұрған адамға қарай жүгірген. Абайсызда алдынан шыққан көлік тежегішін басуға үлгермей егіздерімді жаншып өткен. Егіздерім үнемі қол ұстасып жүретін. Қызым өте бауырмал, үнемі сыңары ұлымның қолынан жібермей ұстап жүреді. Өмірімдегі бар байлықтан айырылған мына дүниенің бос екенін сезіндім. Жігер екеуміз қанша қайғырдық, тіпті ол ішкілікке салынып жұмыстан шықты. Мен өзімді алдағым келіп, бар күнімді түнімді жұмысқа арнадым. Сонда да балаларымның елесін көретіндеймін. Анам мен енем келіп біраз уақыт жұбатқандай болды. Жігер екеуміз одан кейін қанша балалы болғымыз келсе де ала бұйыртпады. 5 жыл сәбилі болуды қатты тіледім. Емделдім, нәтиже болмады. Өз еркіммен жігермен ажырасып, басқа қалада тұрып жатырмын. Жігер де мені іздей қоймады. Қазіргі таңда 40-тан асқан оқу орнында жұмыс жасайтын қабағы қатулы ұстазбын. Ешкіммен араласпаймын. Үй жұмыс, әріптестердің бас қосулары да қызық емес. Ішімдегі ең үлкен өкініш, уақыт кері айналып келсе, егіздеріме аналық махаббатымды сыйлап, түсік жасатқан сәбиімді алдырмай өмірге әкелер едім. Осы өкінішімді жүрегімнен өшіргім келсе де өшпеді. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта өте әсерлі әңгімелерді дыбыстайтын боламын. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.